Бүгін сәуір айының 6-сы, жүзім ашу жұмыстары. Әдетте жыл сайын біз жүзімдерді сәуір айының аяғына қарай, 20-сынан кейін ашатынбыз. Бірақ та жүзімдерді ашқан кезде біз датаға емес, ауа райының болжауына және де ауа райының барысына қараймыз. Бізде биыл күн жылырек болып тұр. Өткен жылдарға қарағанда қазірдің өзінде +20 градус. Түн уақытында +7, +5, 2 апталық ауа райды қараса да сондай көрсетіп тұр. Сондықтан да қазір енді жүзімдерімізді ашпасақ болмайды. Мынау жаңбырдан кейін ыңғайлы уақыт, топырақ жұмсарып, осылай ашқанға ыңғайлы болып тұр. Міне біз тікелей топыраққа көмген жүзімдеріміз ақырын осылай жұмсартып көтеріп аша береміз. Бұл жерде 1 жылдық сабағы бар және де көп жылдық мына бұтақтар бар. Ашқан кезде мына 1 жылдықтың бүршіктеріне аса мән береміз. Бүршіктерінің сынып қалмауына кішкене әрекет жасаймыз. Ал мына көп жылдықтарды көтерген кезде оларды қорықпай көтере берсек болады. Мына жер міне көп жылдық, мынау көп жылдық, мынау көп жылдық. Одан ары қарай мына 1 жылдық, сол 1 жылдықтардың бойында міне өткен жылы қаланған мына бүршіктер бар. Осылар гүлдің бүршіктері. Осы бүршіктердің сынып қалмауына біз мән беруіміз керек. Сондықтан да ақырын топырақты ашамыз. Және де осылай ақырын көтеріп отырып, бүршіктерді зақымдап алмай ашуымыз қажет. Тамаша ашылып жатыр, ешқандай да бұл жерде зақымдану жоқ. Мына тұрған 1 жылдық бұтақтарын ашып алғаннан кейін көп жылдықтарын кішкене қорықпай көтере берсек болады. Осы жағын байқап отырып ашып аламыз. Мынау сияқты қадалған темірлеріміз болса алып тастаймыз. Мына жерден ары қарай міне көп жылдықтар басталып жатыр. Оны қорықпай көтерсек болады. Ол жерде ешқандай бүршіктер жоқ. Ең бастысы бұларды күрекпен шауып алмауға тырысуымыз керек. Ал енді мынау тұрған 1 жылдықтың бойындағы бүршіктердің сынбауын біз қамтамасыз етуіміз керек. Қазып алып жатқан кезде осы бүршіктер сынып қалмау керек. Мына тұрған әрбір бүршік ол гүлдің бүршігі. Енді біреу жарымы сынып қалып жатса да, ол үшін алаңдаудың қажеті жоқ. Өйткені бұл артығымен салады әрқашанда. Бар бүршігінің 70-80% сақталып қалса да, соның өзі негізі жеткілікті. Сондықтан да қорықпастан осылай аша береміз. Мына қатарды міне ашып алдық. Осы күйі ашқаннан кейін біраз жатқызып қойсақ болады. Мына өзінің қалпына келіп, біраз тұрғаннан кейін, одан кейін мына төменгі сымға байлаймыз. Бірден оны байлауға кірісудің қажеті жоқ. Осылай ашып қоя тұрсақ болады. Бізде міне жаңбыр құрттары тамаша. Көктем кезінде өте көп. Бұларға да біз азық беріп қойсақ, өте тамаша болады. Өте пайдалы сондай жәндіктер олар. Жер үшін бізге пайдасын тигізетін сондай жәндіктер. Сондықтан да оларға да зиянымызды тигізбеуге тырысамыз. Кейбірі тереңдеу көміліп қалған жерлері бар, кейбірі бетінде тұрған жерлері бар. Сондықтан да олардың бәрін зақымдап алмауға тырысамыз. Міне мына жерден 1 жылдықтар бітті, арғы жағын қорықпай былай көтере салсақ болады. Мына көп жылдықтар, бұл жақта ешқандай бүршік жоқ. Егерде тұрақты ауа райы 20 градустан жоғары 1 аптадан аса осылай тұрақты ауа райы болып тұрса, және де ауа райы болжамында минус көрсетпесе, онда осылай аша берсе болады. Бірақ енді ауа райына да аса бір сене берудің қажеті жоқ. Кейде болады бізде осылай жылы болып тұрып, одан кейін минус 5-6 градус болып кететін жағдайлар да болады. Ондай кезде 1 жылдық бүршіктері және де бұтақтардың бәрі үсік алады. Ол жылы ешқандай жеміс болмайды, түбінен қайта шығады. Ондай жағдайларда болып тұрады. Бірақ та енді не болса да бұйырғаны болады. Міне біз бірінші қатардың жүзімдерін ашып біттік. Бірақ та біз дереу мына шпалерға байламаймыз, өйткені кішкене жата тұрған дұрыс осы күйі. Енді 1-2 күннен кейін қосымша тағы да видеолар саламын. Ол кезде оларды қалай байлаймыз, және де отырған сым темірлердің биіктігі және де ара қашықтығы қанша болу керек, сол туралы қосымша мәліметтер болады. Сондықтан да арнаға жазылып қойыңыздар. Сол кезде бұл видеоларды сіздерге оңай тауып алуға мүмкіндік болады, және де жаңадан шыққан видеолар туралы мәліметтер келіп тұрады. Бүгінше осындай мәлімет. Сау саламатта болыңыздар. Амандықта кездескенше.